Хашмет Эмраха осы шайхананы екеуміз басқарайық деп келіпті. Аудан тұрғындары айтады, егер де Хашметпен бірге жұмыс істесең, сенің чайханаңа кірмейміз. Сен байғұс қыздың күнәсына кірдің. Қайта Юсуп балаң Жебдет ағаңа ұқсап кеңпейілді болыпты, ана қызды көшеде қалдырмады дейді. Сенің айтқандарыңа сеніп сол бейкүнә балалардың ақысына кірдік, енді айтқандарыңа сенбейміз дейді. Хашметке кет деп чайханадан қуып жібереді. Зелиханың үйі суық әрі тұруға жарамсыз болып су басып кетті. Юсуп пен Зелиха төмендегі подвалда тұрып жатыр. Ал балаларын алып Фиданның жағдайы жақсарды деп үйіне қайтпақшы болады. Фидан толық жазылмады, әлі де қала тұрсаңшы дейді. Фиданның жағдайы жақсы, бұл жерде қалсам тағы бір баламнан айырылып қалармыз, біз кетейік дейді. Бала тағы бір балам деп Азизені айтып тұр. Ябус келіп қалып, қайда бара жатырсыңдар дейді. Мен тәуір болып қалдым, оның үстінде үйдегі пешті де жөндеп қойған шығар дейді. Пешті жөндеп жөндемегенін білу үшін үйдегі біреуге звондап білсеңдерші дейді. Фидан Зелихаға хабарласып, үйдегі пеш жөнделді ма деп сұрап жатыр. Жоқ, одан бетері болды. Бір жөндеуші келіп еді, ол судың құбырын тесіп кетті, үйдің бәрін су алды дейді. Сұхила әпке мен Мелис қазір үйді құрғатып жатыр, ал мен төмендегі подвалдамын деп айтты. Пеш жөнделмепті, құбыр тесіліп үйдің бәрін су алып жатыр екен дейді. Бала кетпейтін болды деп Ябус қуанып тұр. Әне көрдіңдер ма, үйлерің тұруға жарамсыз екен, осында тұра беріңдер, оның үстіне балдарға да сыйлықтар алып келдім дейді. Бізге сенен ешнәрсе керек емес деп Самет пен балым әкелген сыйлықтарды аяғымен теуіп тастайды. Аналарына үйімізге қайтайықшы деп жатыр. Фидан онда әпкемдікіне барайық деп барлығы сонда кетіп бара жатады. Джемомен бір айдың ішінде қауышқың келсе, онда осында қал дейді. Ал қалмасамша деп сұрайды бала. Онда балаңмен қауышу үшін 9 жыл күтуіңе тура келеді. Маған сенің балаларың қажет емес, олар кете берсін, ал сен қал дейді. Девран мен Месут Айсел мен оның жігітінің ізінен аңдып келе жатады. Ал Хазар Азизенің 2 қабат екенін білгендіктен жынданып барлық жерді қиратып жатыр. Азизе 2 қабат екен, бұның не екенін білесің ба деп ұрсады Бадеге. Онда тұрған не бар екен дейді. Туфанға қоңырау шал, Азизені өлтірсін, одан біржолата құтылайық. Азизе өлген соң Девран қайғыдан бас алмайды, оның отбасының да быт-шыты шығады дейді. Ал сенің жолың ашылып, жоспарлағаныңның бәрін оңай іске асыра аласың деп айтып жатыр. Не болды, неге үндемейсің? Әйтпесе Девранның әйелі Азизеге жаның ашып жатыр ма? Немесе сенің ана төрелігінен Азизе артық болып тұрма дейді. Азизені өлтір деген сөздерден Хазардың жыны келіп кетеді. Ол Бадені қылғындырып, менің сабырымды тауыспа дейді. Баладан құтылудың басқа жолы жоқ дейді Баде. Басқа жолы бар деп Хазар Туфанға хабарласады. Келіскен жерімізге Азизені алып кел дейді. Ешқандай келісім жоқ, өз тірлігімді өзім реттеймін, Азизені сендерге бермеймін дейді. Әй ақымақ, Девран сені тауып алса өлтіреді деп Хазар айқайлайды. Мен ешкіммен қорықпаймын, маған Айселді алсам болды деп Туфан телефон тұтқасын қоя салады. Хазар Бадеге маған Туфанды тез тауып бер дейді. Мұрат пен Айсел көліктеріне жанармай құю үшін бекетке тоқтайды. Іздерінен аңдып келе жатқан Девран мен Месут келеді. Айсел мен жігіті көлікке отырып қашып бара жатады. Девран көліктің жанына келіп қалған кезде Мұрат мен саған Айселді бермеймін дейді. Туфан менің әйелімді емес, баламды да ұрлап кетті деп айтып жатыр. Әйелің мен балаңның өмірін құтқару үшін Айселдің өмірін құртпақшысың, мен саған Айселді бермеймін дейді. Ол кезде Девран жанармай шлангысын алып, Айсел мен Мұраттың көліктеріне жанармай шашып жібереді. Сендерге 5 секунд уақыт беремін, сол уақыттың ішінде шықпасаңдар, сендерді тірідей өртеп жіберемін дейді. Айсел мен өлгім келмейді деп көліктен түсіп кетеді. Мен Айселді Туфанға бермеймін, әйелім мен баламды құтқару үшін Айсел маған керек дейді. Маған сен, Айсел менімен бірге жүр дейді. Сені Туфанға әкелдім деп көрсетемін, әйелімді құтқарамын, бірақ сені Туфанға бермеймін дейді. Айселдің өміріне қауіп төнбейді, маған сеніңдер.